Қазақстан Республикасы үкіметімен бекітілген ішкі істер органдарын жаңғырту жөніндегі 2019-2021 жылдарға арналған жол картасы бағдарламасы аясында, яғни ішкі істер министрлігінің тарапынан берген нұсқауға сәйкес, қазіргі таңда полиция департаменттеріндегі жасақталмай отырған бос лауазымдарды жасақтау мәселесі және ішкі істер министрлігіне қарасты жоғарғы оқу орындарына азаматтардан оқуға жіберу жөнінде бірқатар жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, Түркістан қаласындағы, Шымкент қаласында және Түркістан облысының көлемінде барлық аудандық, қалалық полиция бөлімдерімен бірігіп, барлық мектептерге барып, арнайы оқу орындары, колледждер, институт, университеттерге барып, тыңдаушылармен, оқушылармен, студенттермен кездесу өткізіліп, ол азаматтарға мынау ішкі істер органына кіру тәртібін, ережесін және жоғарғы оқу орындарына ішкі істер министрлігінің қалай түсу керек, оларға қойылған талаптарын барлығы жөнінде түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Осы жұмыстардың нәтижесінде 2020 жылдың басында азаматтарды полиция қатарына қабылдау жөнінде конкурс жарияланды. Конкурсқа 52 азамат үміткер болып өтініштерін білдірді. Конкурсқа қатыстырылды. Өздерін үздік көрсеткен 41 азамат үміткер конкурстан өтіп департаменттің қарамағына тізімге енгізілді. Сол 41 азаматтың 30 үміткері тағылымдаушы ретінде қалалық аудандық полиция басқармаларының әртүрлі лауазымдарына тағайындалды. Тағайындалып болған соң құжаттары әзірленіп, ішкі істер министрлігіне қарасты Алматы қаласындағы, Қарағанды қаласындағы, Ақтөбе қаласындағы, Шымкент қаласындағы арнайы оқу орталықтарына тағылымдамадан өтуге, алғашқы дайындық курстарынан өтуге 3 ай мерзімге оқуға жолданған. Оқуларын барып оқып, үздік бітіріп келіп, өздеріне тиісті білімдерін алып келді. Содан қайта тағайындау бұйрықтарынан өткізіліп, алғашқы атақтарын алып, қазіргі таңда жұмыстарын атқаруда. Студенттерге Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің жоғарғы оқу орындарына және полиция қызметіне қалай кіру тәртібі жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізген болатын. 2020 жылдың басында Түркістан облысы полиция департаменті біз конкурс жариялап, сол конкурсқа қатысып, қазіргі таңда полиция қызметкерінде тағылымданушы болып қызмет атқарамын. Осы орайда алғысымды білдірер едім ішкі істер министрлігіне, Түркістан облысы полиция департаментінің басшылығына, кадр саясаты бөлімінің қызметкерлеріне және өз білімімді одан әрі жаңғыртуға үлесін қосқан Ақтөбе заң институтының басшы құрамына. Және де осыған орай өз қызметімді адал және нақты орындауға уәде етемін. Қазақстан Республикасының барлық азаматтарын, Түркістан облысының барлық қаласы бар ауданда тұратын азаматтардың, Шымкент қаласы барлық жақтан азаматтарды мынау ішкі істер министрлігінің жоғарғы оқу орындарына келіп түсуге шақырамыз.